Менің атым Азамат. Осы оқиғаны есіме алсам, жүрегім әлі күнге дейін сыздайды. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Қай қаладан сағат қаншада тыңдап отырғандарыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Түркияда бал айын өткізіп жүргенде, әйерімнің із-түзсіз жоғалып кететінін білгенімде, ол сапарға мүлде шықпас едім. Бірақ адам тағдырында не күтіп тұрғанын ешқашан білмейді екен. Мен Еркежанмен үйленгеніме небәрі 2 апта болған еді. Еркежан аққұба, өте сұлу қыз болатын. Оның көргенін көрген сайын барлық уайымымды ұмытып кететінмін. Мен кәсіппен айналысатындықтан жағдайым жақсы еді. Бірақ байлықтың бәрі Еркежанның жанындағы бір күлімсіреуіне жетпейтін. Үйлену тойымыз дүркіреп өтті. Екі жақтың туыстары жиналып, ақ баталарын берді. Тойдан кейін шаршап отырғанда Еркежан маған қарап, «Жаным, бал айына Түркияға барайықшы» деді. Түркияға ма? Е, екеуміз ғана демалып қайтайықшы. Мен күліп жібердім. Жарайды, онда ертең билет аламын. Оның қуанып кеткенін көрсеңіздер ғой. Бір аптадан кейін біз Түркияға ұшып кеттік. Қонақ үйіміз теңіздің жағасында орналасқан екен. Терезеден қарасаң, көгілдір теңіз көз тартады. Еркежан балаша қуанып жүрді. «Азамат, мына жер қандай әдемі?» деп қайта-қайта айтатын. Ал мен оның қуанышын көріп бақытты болатынмын. Біз күн сайын жағажайда серуендедік. Түркияның көрікті жерлерін араладық. Кешке теңіз жағасында отырып ұзақ әңгімелесетінбіз. Сапарымыз өте керемет өтіп жатты. Бірақ үйге қайтуымызға бір күн қалғанда бәрі өзгерді. Соңғы кеште Еркежан ерекше көңілді болды. «Осы сапарды өмір бойы ұмытпаймын» деді ол. Мен де. «Кейін балаларымызға айтып береміз». Осы сөзден кейін екеуміз ұзақ күліп отырдық. Сол түні бөлмеге келіп ұйықтадық. Ал таңертең көзімді ашсам, Еркежан жанымда жоқ екен. Бастапқыда ештеңеден күдіктенбедім. Жуынуға немесе бассейнге кеткен шығар деп ойладым. Сол кезде үстел үстінде жатқан кішкентай қағаз көзіме түсті. Қағазды алып оқыдым. «Жаным, сен әлі ұйықтап жатыр екенсің. Мен бассейнге түсіп келемін. Көп күттірмеймін. Сені жақсы көремін. Еркежан». Хатты оқып жымиып қойдым. Бірақ арада 1 сағат өткенде, сол күлкіннің орнын үрей басатынын білмеген едім. 1 сағат өтті. Еркежан әлі келмеді. Алғашында мән бермедім. Бассейннің жанында танысып қалған біреулермен сөйлесіп отырған шығар деп ойладым. Бірақ тағы жарты сағат өткенде ішіме бір түрлі қорқыныш кіре бастады. Телефоныма қарап Еркежанға қоңырау шалдым. 1-ші рет, 2-ші рет, 3-ші рет. Бірақ телефон өшірулі тұрды. Қызық екен деп өзіме-өзім күбірледім. Еркежан телефонын ешқашан өшірмейтін. Мен тез киініп бассейн жаққа түстім. Бассейннің айналасын түгел аралап шықтым, бірақ Еркежан жоқ. Жағажайға бардым, ол жақтан да табылмады. Мейрамханаға кірдім. Бірнеше адамнан сұрадым, ешкім көрмепті. Сол кезде жүрегім қатты соға бастады. Мен қайтадан телефон соқтым. Телефон әлі өшірулі. Енді шынымен қорқа бастадым. Қонақ үйдің қабылдау бөліміне жүгіріп бардым. «Кешіріңіздер, әйелімді көрдіңіздер ме?» дедім, суретін көрсетіп. Қызметкерлер бір-біріне қарап қойды. «Жоқ, мырза. Таңертең шыққанын көрдіңіздер ме?» «Нақты айта алмаймыз». Мен ашуланып кеттім. Қалай көрмейсіздер? Бұл үлкен қонағы емес пе? Қызметкерлер сабырға шақырды. Мен дереу қауіпсіздік қызметін шақырттым. Бірнеше минуттан кейін қонақ үйдің қауіпсіздік басшысы келді. Мен жағдайды түсіндірдім. Ол мені арнайы бөлмеге алып кірді. «Камераларды қарайық» деді. Сол сәтте жүрегім атқақтаттырды. Экраннан таңғы уақыттағы жазбаларды аша бастады. Бірнеше минуттан кейін Еркежан көрінді. Ол қонақ үйден жалғыз шығып бара жатыр екен. Үстінде ақ көйлек, қолында телефоны бар. Мен экранға қадалып қалдым. Міне әйелім. Камерадағы Еркежан қонақ үйдің сыртындағы жолмен жүріп бара жатты. Бірақ бірнеше секундтан кейін ол камерадан шығып кетті. Келесі камераны қостық. Бірақ таңғаларлығы сол, ол онда көрінбеді. Қауіпсіздік қызметкері де таңғалып отыр. Бұл мүмкін емес. Не мүмкін емес? Егер осы жолмен жүрсе, келесі камера міндетті түрде түсіру керек еді. Жүрегім одан сайын қысылды. Демек не болды? Ол жауап бере алмады. Сол күні біз барлық камераларды қарап шықтық, бірақ Еркежанның қайда кеткенін ешкім түсіне алмады. Мен полиция шақырдым. Түрік полициясы келіп арыз қабылдады. Олар да іздеу жұмыстарын бастады. Күн өтті, кеш болды, түн болды. Ал Еркежаннан ешқандай хабар жоқ. Мен ұйықтай алмадым. Қонақ үй бөлмесінде жалғыз отырдым. Төсектің екінші жағына қарап көзіме жас келді.
Кеше ғана осы жерде Еркежан жатқан еді, ал қазір оның қайда екенін ешкім білмейді. Таң ата бере тағы да полиция бөліміне бардым. Сол кезде мені тергеуші шақырып алды. Оның түрі өзгеріп кеткендей көрінді. Мырза Азамат, бізде жаңа ақпарат бар. Қандай ақпарат? Әйеліңізді соңғы көрген адам табылды. Мен орнынан атып тұрдым. Қайда? Не айтты? Тергеуші терең дем алды. Ол әйеліңіздің таңертең бір көлікке жақындағанын көрген. Осы сөзді естігенде жүрегім зу ете қалды. Өйткені бұл жай жоғалып кету емес екенін алғаш рет сол кезде түсіндім. Мен тергеушінің көзіне тесіле қарадым. Қандай көлік? Куәгердің айтуынша қара түсті көлік болған. Нөмірін көріпті ме? Өкінішке қарай жоқ. Осы жауаптан кейін ішім одан сайын өртеніп кетті. Аз ғана үміт пайда болып еді, ол да бірден сөніп қалғандай болды. Тергеуші үстел үстіндегі құжаттарды ақтарып отырып, бірақ тағы бір мәлімет бар деді. Қандай? Әйеліңіз көлікке өз еркімен отырған сияқты көрінген. Мен орнынан атып тұрдым. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Сабыр сақтаңыз. Еркежан ондай адам емес, ол ешқайда айтпай кетпейді. Тергеуші үндемей қалды. Мен де үнсіз қалдым. Бірақ жүрегімде бір нәрсе анық еді. Еркежан маған ешқашан опасыздық жасамайды. Ешқашан. Полиция іздеуді жалғастырды. Ал мен бос отырмадым. Қазақстандағы серіктестеріме хабарластым. Таныстарымды іске қостым. Адвокаттар жалдадым. Жеке із-кесушілерді шақырдым. Ақша аямайтын едім. Маған теп Еркежанды табу керек болатын. 1 апта өтті. 2 апта өтті. Ешқандай нәтиже жоқ. Көп адам үмітін үзе бастады. Бірақ мен берілмедім. Күн сайын Еркежанның суретіне қарап, мен сені міндетті түрде табамын деп айтатынмын. Бір күні жеке із-кесушілердің бірі маған хабарласты. Азамат мырза, бізге келіңіз. Даусынан бір нәрсе тапқанын түсіндім. Бірден кеңсесіне бардым. Ол маған ноутбукты бұрып көрсетті. Мынаған қараңыз. Экранда көше камерасының бейнесі тұр екен. Камера қонақ үйден біраз қашықтағы көшеде орналасқан. Уақыт таңғы сағат 9:30. Бірнеше секундтан кейін экранда Еркежан көрінді. Еркежан, жүрегім атқақтап кетті. Ол жылдам жүріп бара жатыр екен, бірақ жүзінен бір түрлі қобалжу байқалады. Сосын артынан 2 ер адам көрінді. Мен экранға жақындай түстім. Бұлар кім? Әзірге білмейміз. Бейне жалғасты. Еркежан артына бірнеше рет бұрылып қарады. Содан кейін бейне аяқталды. Мен жұдырығымды түйіп алдым. Келесі камера жоқ па? Бар, бірақ дәл осы жерден кейінгі камера жұмыс істемеген. Қан қысымым көтеріліп өткендей болды. Тағы да тұйыққа тірелгендей сезіндім. Бірақ із-кесуші маған қарап, біз басқа нәрсе таптық деді. Не? Осы 2 адамның бірі бұрында полиция назарына түскен. Не үшін? Туристерге қатысты күмәнді істер бойынша. Менің бойымнан суық тер шықты. Сол сәтте алғаш рет Еркежанның шынымен үлкен қауіпке тап болғанын түсіндім. Сол түні көзіле алмадым. Таңға дейін ойланып шықтым. Бір кезде телефоным шыр ете қалды. Бейтаныс нөмір. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қоңырауды бірден көтердім. Алло? Біраз уақыт үнсіздік болды. Сосын өте әлсіз дауыс естілді. Азамат? Бұл дауыс, бұл Еркежанның дауысы еді. Азамат? Телефоннан шыққан әлсіз дауысты естіген сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Еркежан? Еркежан, жаным, сен қайдасың? Телефонның ар жағында ауыр тыныс естілді. Азамат, мен... Кенет байланыс үзіліп кетті. Алло? Алло? Қайта-қайта айқайладым, бірақ жауап болмады. Сол сәтте қолым дірілдеп кетті. Бірнеше аптадан бері алғаш рет Еркежанның дауысын естіген едім. Бұл оның тірі екенін білдіретін. Бірақ қайда екенін әлі білмейтінмін. Мен бірден тергеушіге хабарластым. Полиция телефон нөмірін тексеруге кірісті. Бірнеше сағаттан кейін олар маған қайта қоңырау шалды. Азамат мырза, қоңырау қаланың шетіндегі ауданнан түскен. Нақты орнын анықтадыңыздар ма? Өкінішке қарай жоқ, бірақ шамамен қай жақ екенін білеміз. Сол күні мен де полицияда сол ауданда аралай бастадық. Бірнеше күн өтті. Ешқандай нәтиже жоқ. Бірақ менің үмітім қайта оралған еді. Өйткені Еркежан тірі. Осы ой ғана мені алға жетеледі. Бір күні кешке жеке із-кесуші маған асығыс хабарласты. Азамат мырза, біз бір нәрсе таптық. Не болды? Сол ауданнан табылған бейне жазба бар. Мен бірден кеңсеге жеттім. Ноутбуктағы бейне жазбаны аштық. Камера шағын дүкеннің алдында орналасқан екен. Уақыт түнгі сағат 11. Көшеде қара түсті көлік тоқтады. Есік ашылды. Содан кейін менің демім ішіме кіріп кетті.
Көліктен Еркежан түсті. Ол қатты жүдеп кеткен еді. Беті бозарып кеткен. Бірақ ол Еркежан болатын. Жаным. Көзіме еріксіз жас келді. Бейне бірнеше секундқа ғана созылды. Еркежан қасындағы адамдармен бірге бір ескі үйге кіріп кетті. Үйдің мекенжайы камера арқылы анықталды. Сол түні полиция арнайы операция дайындай бастады. Мен де бірге барғым келді. Бірақ олар рұқсат бермеді. Таңды әрең күттім. Сағат сайын полицияға хабарласып отырдым. Ақыры таңғы 5 шамасында телефоным шырылдады. Тергеуші екен. Дауысын естігенде жүрегім атқақтап кетті. Не болды? Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын ол: «Азамат мырза, біз әйеліңізді таптық» деді. Сол сәтте көзінен жас парлап кетті. Мен орындыққа отыра кеттім. Еркежан аман ба? Иә, қазір дәрігерлер қарап жатыр. Осы сөзді естігенде бірнеше апта бойы кеудемді қысқан ауыр жүк түскендей болды. Мен бірден ауруханаға қарай жүгірдім. Палатаның есігін ашқан кезде жүрегім қатты соқтырды. Төсекте жатқан Еркежан маған қарады. Көздері жасқа толып кеткен. Азамат. Мен жүгіріп барып оны құшақтап алдым. Екеуміз де ұзақ уақыт үнсіз жыладық. Сол сәтте мен үшін дүниедегі барлық байлықтың құны жоқ еді. Маған тек Еркежанның аман болғаны маңызды болатын. Мен Еркежанды құшақтаған күйі ұзақ отырдым. Бірнеше апта бойы көрмеген адамымды қайта тапқаныма әлі де сене алар емеспін. Еркежанның жүзі қатты жүдеп кетіпті. Бірақ оның тірі екені мен үшін ең үлкен бақыт еді. Дәрігерлер біраз уақыттан кейін маған палатаға кіруге рұқсат берді. Мен оның қолынан ұстап отырдым. Жаным, не болды? Қайда болдым? Еркежан көз жасын сүртіп алды. Біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын баяу сөйлей бастады. Сол күні бассейнге бара жатқанмын. Мен мұқият тыңдап отырдым. Қонақ үйден шығып дүкенге кіріп су алғым келді. Сол кезде бір әйел жаныма келді. Қандай әйел? Орта жастағы әйел, турист сияқты көрінді. Еркежан терең дем алды. Ол менен көмек сұрады. Ағылшынша сөйлесті. Мен көмектескім келді. Сосын біраз жүргеннен кейін екі ер адам келді. Еркежанның даусы дірілдеп кетті. Мен бірден қорқып кеттім. Ол көз жасын тоқтата алмады. Мен оның қолын қаттырақ қыстым. Болды жаным. Енді бәрі артта қалды. Бірақ Еркежан бәрібір сөзін жалғастырды. Олар мені қала шетіндегі бір үйде ұстап отырды. Телефонын алып қойды. Сыртқа шығармады. Менің ішім алай-дүлей болып кетті. Еркежан басын төмен түсірді. Мен күнде сені ойладым. Осы сөзді естігенде көзіме жас келді. Мен де сені күнде іздедім. Кейде үмітімді үздім. Бірақ сен міндетті түрде келесің деп сендім. Мен оның маңдайынан сүйдім. Мен сені ешқашан тастамаймын. Бірнеше күннен кейін Еркежаным жағдайы жақсара бастады. Дәрігерлер үйге қайтуға рұқсат берді. Біз Қазақстанда бірге оралдық. Әуежайда бізді туған туыстарымыз қарсы алды. Еркежанның анасы қызын көріп жылап жіберді. Мен де сол күні алғаш рет өзімді еркін сезіндім. Ұзақ уақыт бойы ішімді жеген қорқыныш артта қалғандай еді. Бірақ бір нәрсе өзгерген болатын. Біз бұрынғыдан да жақын болып кеттік. Кейде кешке үйдің ауласында отырып, сол күндерді еске аламыз. Сонда Еркежан маған қарап: «Егер сен іздемегенде не болар еді?» дейді. Мен күліп: «Мен бәрібір табар едім» деймін. Өйткені мен оны шын сүйетінмін. Ал шынайы махаббат ешқашан берілмейді екен. Сол оқиғадан кейін өмірге деген көзқарасым өзгерді. Байлықтың, атақтың, мансаптың бәрі уақытша екенін түсіндім. Ең қымбат нәрсе жанындағы адам екен. Қазір біз бақытты өмір сүріп жатырмыз. Ал Түркиядағы сол сапар біздің өміріміздегі ең ауыр сынақ болып қалды. Бірақ сол сынақтан бірге өттік. Сондықтан бұл оқиғаны ешқашан ұмытпаймын. Егер сол күні біреу маған бәрі жақсы аяқталады десе, сенбес едім. Ал қазір Еркежан жанымда отырғанда тағдырға тек алғыс айтқым келеді. Өйткені мен жоғалттым деп ойлаған бақытымды қайта таптым. Біз Қазақстанға оралғаннан кейін де біраз уақытқа дейін бұрынғы өмірімізге бірден үйрене алмадық. Еркежан түнде жиі шошып оянатын. Кейде ұйықтап жатып жылап жіберетін. Мен оның қасынан бір елі ажырамауға тырысатынмын. Бір күні кешке балконда шай ішіп отырғанбыз. Күн батып бара жатқан. Еркежан аспанға қарап ұзақ үнсіз отырды. «Нені ойлап отырсың?» деп сұрадым. Сол күндерді. Мен оның қолынан ұстадым. «Ұмытқың келе ме?» Ол басын шайқады. «Жоқ, ұмытқым келмейді. Өйткені сол күндер маған көп нәрсе үйретті». «Нені?» «Өмірдің қаншалықты қымбат екенін». Мен үндемедім. Бұрын бәрі мәңгі жалғасатындай көрінетін.
Адамдар да, бақыт та, уақыт та. Бірақ бір күннің ішінде бәрі өзгеріп кетуі мүмкін екен. Оның сөздері жүрегіме жетті. Өйткені мен де дәл солай ойлайтынмын. Сол оқиғадан кейін жұмысымды азайттым. Бұрын тәулігіне 16 сағат жұмыс істейтінмін. Ақша табуды ғана ойлайтынмын. Ал енді отбасыммен көбірек уақыт өткізуді үйрендім. Бір күні Еркежан күліп, «Байқасаң, бұрынғы азамат емессің» деді. Неге? Бұрын телефоннан бас көтермейтін едің. Мен де күліп жібердім. Мүмкін. Қазір басқа адам сияқтысың. Шынында да солай еді. Мен өмірдің ең маңызды байлығы ақша емес екенін түсінген едім. Ол жанымдағы адамдар. Арада бірнеше ай өтті. Біздің өміріміз қайтадан қалыпты арнаға түсе бастады. Бір күні ескі суреттерді қарап отырдық. Түркияға барған кездегі суреттерде бар екен. Еркежан сол суреттердің біріне ұзақ қарап қалды. Бұл теңіз жағасында түскен сурет болатын. Жоғалып кетерден бір күн бұрын түскен едік. Осы сурет есінде ме дедім? Әрине. Сол кезде алда не күтіп тұрғанын білмеппіз. Еркежан мұңайып жымиып қойды. Бірақ бәрі жақсы аяқталды ғой. Иә. Ең бастысы, біз бірге қалдық. Мен оны құшақтап алдым. Сол сәтте жүрегімде ерекше тыныштық болды. Кейде тағдыр адамды сынайды екен, бірақ сол сынақтан кейін адамдар бұрынғыдан да жақын болып кетеді. Біздің де махаббатымыз дәл солай күшейді. Қазір сол оқиғадан бері бірнеше жыл өтті. Бірақ мен әлі күнге дейін таңертең оянғанда Еркежанның жанымда жатқанын көріп шүкіршілік етемін. Өйткені бір кездері оны мәңгіге жоғалтып алдым деп ойлаған едім. Сол себепті бұл оқиғаны өмірінің соңына дейін ұмытпаймын. Егер осы әңгімені тыңдап отырған жандар болса, жақындарыңыздың қадірін біліңіздер. Өйткені өмірде бәрін қайта табуға болады. Ал кей адамдарды жоғалтқаннан кейін қайтару мүмкін болмай қалады. Менің бақытыма қарай тағдыр маған екінші мүмкіндік берді. Сол үшін әр күнім үшін Аллаға шүкіршілік етемін. Арада бірнеше жыл өтті. Қазір сол күндерді еске алсақ, қорқынышты түс сияқты көрінеді. Кейде Еркежан екеуміз кешке отырып, сол Түркиядағы сапар туралы сөйлесеміз. Сонда ол, сол кезде мені табатыныма сенгенмін дейді. Мен күліп, ал мен сені табатынымды білгенмін деймін. Шынын айтсам, кей кездері өзінде үмітімді жоғалта бастаған едім. Бірақ жүрегім Еркежанның тірі екенін сезгендей болды. Сол себепті іздеуді тоқтатпадым. Бүгінде біздің балаларымыз бар. Олар үйдің ішін күлкіге толтырып жүреді. Балаларымыз ойнап жүргенде кейде Еркежанға қарап қоям. Сонда ішімнен шүкір деп қоям. Өйткені бір кезде осы бақыттың бәрінен айырылып қалам деп ойлаған едім. Өмір маған бір нәрсені үйретті. Жақын адамдарыңыздың қадірін біліңіздер. Оларда жақсы көретіндеріңізді жиі айтыңыздар. Өйткені уақыт өте жылдам өтеді. Ал кейбір сәттер қайта оралмайды. Менің оқиғам осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қай қаладан және сағат қаншада тыңдап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңізді оқып отыру біз үшін өте қызық. Келесі жан тебірентер оқиғаларда кездескенше, аман сау болыңыздар.